Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Рамазан айында сұранысқа ие финики в шоколаденің жасалу техникасын үйренетін боламыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін осындай видео түсіріп салудамын. Міндетті түрде егер видео ұнаса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып, каналыма тіркеліп отырыңыздар. Ең алдымен қажетті заттармен таныстырып өтейін. Бұл бізге әрине финики қажет. Мен королевский түрін аламын. Королевский финики деп аталады. Бұлар осындай үлкен, мясисті әрі дәмді болып келеді. Шоколадқа малғаннан кейін өте богаты болып көрінеді. Сондықтан да мен королевский финикимен жұмыс жасаймын. Және де осы финикидің ортасындағы сүйегін алып тастаймын да, ортасына осындай дәнектер саламын. Бұл грек жаңғағы, немесе пекан жаңғағы, немесе миндаль, өздеріңіздің вкустарыңызға. Және де бетіне посыпкаға фисташковый мука, арахис, кокосовая стружка және осындай сублимированный ягодылар қоямын. Және де міндетті түрде темперированный шоколад қажет. Жұмысты бастамас бұрын міндетті түрде финикиді жақсылап жуып, кептіріп алыңыздар. Және де осылай ортасындағы сүйегін алып тастаңыздар. Осылай жай ғана тіліп, ішіндегі дәнегін ақырын ғана алып тастаймыз. Королевский финики осындай өте жұмсақ, еті көп болып келеді. Сондықтан да көп кесіп жіберсеңіздер, ішіне орех тұрмай қалып шашып қалатын болады. Сондықтан да жартылай ғана пышақпен тіліп, ортасындағы сүйегін ақырын алып тастаңыздар. Барлық финикиді ішіндегі дәнегін осылай алып тастаймыз. Ол бізге керек емес. Барлық сүйегін алып тастағаннан кейін финикидің ортасын ақырын ғана ажыратып, өзіңізге ұнайтын, өзіңіздің вкусыңызға қарай, фантазияңызға қарай ортасына осындай дәндер салам. Мен пекан жаңғағын салдым. Бұл королевский финикиға 2 жаңғақ сияды. Пекан жаңғағынан 2 штук саламын. Осылайынан жаңғақ көрініп тұратындай қылдырып салыңыздар. Финикидің размеріне қарай мен мынау финикиға 1 штук салдым. Кішкене үлкендеу финикиға 2 штук салдым. Өздеріңіздің финикиларыңыздың размеріне қарай саласыздар. Өте үлкен финики болса, оған 2 дәнектен салу керек болады. Міндетті түрде осылай жартылай көрсетіп, бас жағын қысыңқырап, аяқ жағын ашыңқырап көрсетіп қою керек орехты. Осылай барлық финикидің ішіне дәндерді салып шығамын. Пекан жаңғағын, миндаль, грек жаңғағын салуға болады, кешьюді да салуға болады. Өздеріңіздің фантазияларыңызға, вкустарыңызға қарай салып жасай беріңіздер. Барлық финикидің ішін толтырғаннан кейін мен темперированный шоколадқа осы финикиларды малуды бастаймын. Ол үшін бізге зубочистка қажет және темперированный шоколад қажет. Менің каналымда шоколадты темперировать етудің 3 әдісі бар. Соны қарап шықсаңыздар болады. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына сілтемесін тастап кетемін. Шоколад міндетті түрде темперированный болу керек. Сол кезде ол жылтыр болып, әдемі болып және тез қатып, қолға жабыспайтын болып шығады.
Темперированный шоколадты осындай аузы үлкен кесеге құйып алдым. Егер сіздерде стакан болса тереңірек, соған да құйып алсаңыздар болады. Өздеріңізге қай әдіс ыңғайлы, соған темперированный шоколадты құйып дайындап алыңыздар. Содан кейін финикиді осы шоколадқа малу үшін бізге зубочистка қажет. Зубочистканың көмегін арқылы шоколадқа маламыз. Бір финикиға 2 зубочистка керек. Осылайынан финикидің кесілген жерінен ортасына қаратып, зубочистканы осы 2 шетінен түйреп қоямыз. Зубочистканы тереңірек түйреңіздер, себебі финики өте жұмсақ, шоколадқа малған кезде сырғып түсіп кетуі мүмкін, сондықтан да барынша түбіне дейін түйрегендеріңіз дұрыс. Осылайынан 2 шетінен зубочистканы түйреп, ыңғайлап ұстаймыз да темперированный шоколадқа маламыз. Қазір мен финикиді жартылай малудың техникасын көрсетемін. Қазіргі таңда осы трендте жартылай малу өте әдемі көрінеді. Осылай қиғашынан финикиді салып, алып шығамыз да артық шоколадты осылайынан сілкілеп алып тастаймыз. Өте қалың болғанда керек емес шоколадтың, себебі финики өзі өте тәтті. Оның үстіне шоколад қалың болса, тым тәтті болып кетеді. Сондықтан да артық шоколадты міндетті түрде осылай сілкілеп тастағандарыңыз абзал. Осы күйінде шоколадқа малынған финикиді фольга төселген тақтайдың үстіне немесе силиконовый ковриктің үстіне қоюға болады. Бірақ мен әдемілеу үшін дизайн қылдырып, осы шоколадтың үстіне фисташковая муканы сеуіп әдемілеймін. Өте қанық түсті әдемі болып шығады. Осы қасықтың көмегімен де жасауға болады. Немесе осы фисташковая мукаға аунатып алуға болады. Маған аунатып алған ыңғайлы. Сіздерге әдісін көрсетіп жатырмын. Қасықпен де себуге болатын. Осылай аунатып алған өте ыңғайлы әрі тез. Және бір қалыпты равномерный болып себілетін болады. Осы күйінде финикиімізді фольганың үстіне немесе силиконовый ковриктің үстіне қоямыз. Дұрыс темперировать етілген шоколад шамамен 10 минуттың 15 минуттың ішінде қатып үлгереді. Бөлме температурасына да назар аударыңыздар. Егер комната қатты ыстық болса, шоколад та ұзақ қататын болады.
Енді сіздерге финикиді толығымен шоколадқа малудың әдісін көрсетемін. Осылай зубочисткамен екі шетінен тығып алып, осылайынан толығымен шоколадқа матырып шығасыздар. Зубочистка тұрған жердің барлығын шоколадқа малып алыңыздар. Сол кезде бір келкі болып, барлық жері шоколадпен жабылатын болады. Әбден шоколад қатқаннан кейін зубочистка өте оңай алынады финикидан, ол жағын уайымдамаңыздар. Осылай толығымен матырып алғаннан кейін артық шоколадын сілкілеп тастап, фольга төселген тақтайдың үстіне немесе силиконовый ковриктің үстіне қоясыздар. Тілік жағын төмен қаратып қойыңыздар. Сол кезде дизайн жасап бетін әрлегенде әдемі болады. Міндетті түрде тілік жағын төмен қаратып қойыңыздар. Сосын мен осындай сублиматтарды үстіне қойып әдемілеймін. Зубочистканың көмегі арқылы осылай жылжытып, өзіңізге керек жерге қойып алсаңыздар болады. Осылайынан толығымен финикиларды матырып шығамын. Дизайн өздеріңіздің фантазияларыңызды қосып жасауларыңызға болады. Интернеттан іздесеңіздер де қазір өте көп дизайн түрлері бар. Өз фантазияңызды қосып жасай бересіздер. Осылай толығымен қорықпай шоколадқа аямай матырып алыңыздар. Зубочистка тұрған жерінде міндетті түрде шоколадқа тигізіп, айналдырып отырып, артық шоколадын міндетті түрде сілкілеп тастап. Финики өте жұмсақ болғандықтан зубочисткадан тез осылай айырылып кетеді, сондықтан да өте абай болыңыздар. Финики түсіп кетуі мүмкін. Осылай тілік жағын төмен қаратып қойып, бетін әдемілей бересіздер. Енді сіздерге ақ шоколадқа малуды көрсетемін. Тура солай молочный шоколад сияқты шоколадты міндетті түрде темперировать етіңіздер. Темперированный шоколадқа ғана малып жасауларыңыз керек. Сол кезде жылтыр, әдемі, қолға ермейтін болып жасалады. Осындай ыдысқа салып, жартылай малып, артық шоколадын осылай сілкілеп тақтайға қоя бересіздер. Қалауларыңызша шоколадты бояуларыңызға да болады. Шоколадты бояу видеосы да менің каналымда бар. Сіздерге ыңғайлы болу үшін осы видеоның астына ссылкасын тастап кетемін. Темперирование шоколада және де окрашивание шоколада осы екі видеода менің каналымда бар. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, шамам келгенше жауап беретін боламын. Осылай барлық финикиді осылай орехты міндетті түрде көрсетіп қойыңыздар. Кешьюді осылай теріс қаратып, домалақ жағын көрсетіп қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Зубочистканы екі шетінен тығып, шоколадқа маламыз. Осылай перчаткамен жұмыс жасағандарыңызға негізі ыңғайлы болады. Себебі финики өте жабыспақ, тәтті жеміс болғандықтан жабыспақ болып келеді. Сондықтан да перчаткамен жұмыс жасағандарыңыз өздеріңізге де ыңғайлы болады. Осылай кокосовый стружкаға да ыдыстың ішінде тұрғанда осылай айналдырып, аунатып шығам, солай ыңғайлырақ.
Дұрыс темперировать етілген шоколад өте тез қатады деп сіздерге айтқан болатынмын. Міне менің шоколадым уже 5-10 минуттың ішінде қатып, осылай фольгадан өте оңай алынып жатыр. Міндетті түрде темперированиені дұрыс жасап үйреніп алыңыздар. Енді финикиларды сыртын әдемілеу үшін мен пищевой кондуринмен, осындай пищевой жылтырақ кондитерский магазиндарда сатылады. Соның көмегімен әдемілеп контур жасап, кисточканың көмегімен жағып шығамын. Осындай сублиматтардың шеттерін контур жасағанда өте әдемі, ерекше болып шығады. Енді дайын финикиларға упаковка жасаймыз. Мен осындай коробка алдым. Ішіне 6 финики сияды. Коробканың астына, финикидің астына міндетті түрде осындай тишью қағазын саламыз. Бұл кішкене әдемілік, декор ретінде де және де коробкаға финикидің майы шығып кетпесін деп, сол үшін де салу керек. Міндетті түрде салыңыздар. Упаковочный вид береді бұл қағаз, тишью қағазы. Осылай әдемлеп салып қоясыздар. Кішкене мятина жасап салсаңыздар, өте әсерлі болып көрінеді көзге. Және де финикидің астына капсулалар саламыз. Бұл капсулалар кондитерский магазиндарда сатылады. Әр финикидің астына салып шыққан дұрыс. Шоколад әбден қатқаннан кейін финикидан зубочисткалар өте тез әрі оңай алынады, сондықтан ол жағын уайымдамаңыздар. Дайын коробканы осылай лентаға байлап, өзіңіздің фантазияңызды қосып, өзіңіздің қалауыңызбен открытка салып, Рамазан айына қатысты әдемлеп осындайынан сыйлық ретінде сыйласаңыздар болады. Өте ерекше, дәмді, әрі сұранысқа ие сыйлық. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер де видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып өтіңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта пайдалы әрі ерекше шоколадтан сыйлықтар жасаудың видеоларын салатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Келе жатқан Рамазан айы берекелі болсын. Сау болыңыздар.